Ассалаумалейкум баршаға. Бүгін бізде Toyota S7 автокөлігі 2002 жылғы. Бұл көліктің проблемасы, көлік оталмай келіп тұр. Бензинасосқа тоқ жоқ дейді. Көліктің иесі бензинасосқа тоқты тікелей аккумулятордан жалғап, солай оталдырып келген. Яғни мына сымды бензинасостың проводына жалғаған. Онда осылай телефон арқылы совет беріп, осылай оталдырды. Енді қазір осы проводты плюске берсек, насосымыз жұмыс істейді, және де көлік оталады. Енді проблема бізде бензинасостың қосылмауында. Соны қарайтын боламыз. Ол үшін алдымен бензинасосқа жауап беретін предохранитель мен релені тексеру керек болады. Ең алдымен бізгер бензинасостың релесі, болмаса предохранитель қайда екенін тауып алу керекпіз. Біздің жағдайда бензинасостың релесі осы бөлікте орналасқан. Сондықтан осы жерді қазір алдымен қарайтын боламыз. Реледен шыға ма, шықпай ма, управление бар ма, жоқ па деген сияқты. Достар, қазір мына реленің контактісін тигізіп қойдым, осылай плюс шығатын контактісіне. Енді қазір стартер қойып қараймын. Реледен шығатын, шықпайтын тексеретін болам алдымен. Так, зажигание. Зажигание кезінде барлық машиналарда бензинасос айдай бермейді. Жігіттер көбі қателеседі. Неге бензинасос айдамайды? Зажигание қосады, өшіреді, бензинасос айдамайды. Стартер кезінде тексеру, стартер кезінде. Қазір мен стартер қоямын. Мінекей. Стартер кезінде плюс шықты. Мінекей. Көлік өшіп қалғасын. Өшіп қалды. Яғни бензинасостың релесінен плюс шығып тұр деген сөз. Енді проблема бізде ол плюс бензинасосқа жетпей тұр. Неге? Себебі қазір енді қарайық. Мұны бізде бензинасосқа жалғанып тұр ғой. Қазір бензинасосқа бармай ақ қойын. Ана жақ мұны бензинасосқа жалғанып тұр. Онсыз да плюстік проводына. Осыдан қараймыз енді қазір. Мінеки бензинасостың плюстік проводына жалғанып тұрған проводын. Енді осы жеріне қарап жіберейік. Бірден стартерді қуып. Сондықтан бензинасосты стартер кезінде тексеріңіздер. Так. Зажигание. Стартер. Бізде плюс келмей тұр. Демек, реледен шыққан плюсіміз бензинасосқа дейін плюс жетпей тұр деген сөз. Сондықтан сол плюсті біз қазір іздейтін боламыз, қайда кетіп қалғанын. Сонымен достар, әлі де іздеу үстіндемін. Бізде мана айтып өткен мына контакт бар, ұшық тұрған контакт. Бензинасосқа плюс кететін контакт. Мінекей. Мына контакт бізде бензинасосқа плюс жіберетін контакт. Яғни бензинасостың плюсіне кетеді. Енді мынандай қызық жағдайға тап болып тұрмын. Ол қандай жағдай? Бізде мына провод, мана айтып өткен көліктің егесінің бензинасосының плюсіне жалғаған провод, Осыған плюс берсек, қолымда плюс, насос істейді. Насос істеп тұр. Енді қарайық. Егер мен мұнда плюс беріп қойсам, яғни насос істетіп қойсам, дыңылдап тұр. Енді қарайық. Біздің релемізге плюс келіп тұр ма? Біздің релемізге қазір плюс келіп тұр. Қалай келіп тұр? Бензинасосқа плюс бердім, бензинасос істеп тұр. Ал мына контактымыз реледен шығатынымыз. Ол да сол плюс беретін контакт негізі. Негізі мынау контакт беру керек. Плюсіміз келіп тұр. Как будто проводымыз сау сияқты. Енді қарайық. Яғни мына насосқа беріп тұрған провод плюсіміз реледен шығатын плюске келіп тұр. Енді қарайық. Енді егер мында плюс берсем, реледен шығатын жеріне плюс берсем, онсыз да реле шығарып тұр ғой стартер қойған кезде. Онда істемейді. Яғни бір жерден бізде потеря бар. Тоқтың потерясы бар. Мұнан шығады да ана жаққа бара алмайды. Бірақ мынаған берген плюсіміз, насосқа берген плюсіміз релеге дейін барып тұр. Өте қызық ситуация. Достар, қазір мен дейтін бензинасостың релесіне орнына контактісіне плюс өзім қолдан беріп қойдым.
қолдан беріп қойдым. Негізі қазір насос жұмыс істеу керек. Дызылдап жұмыс істеу керек, болмаса мына питание керек. Қазір питание мында жоқ. Питание жоқ. Енді қарайық, бізде бұл көлікте бензин насостың проводы астын бөлікке түседі екен. Астына түсеміз. Қандай нәрсені мына жерден қарасақ, бізде бензин насостың мінекей мына қайтып өткен қара ақ проводы мына жерден шерген екен. Көріп тұрғаныңыздай. Енді осы жерін қазір тексереміз. Плюс келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па? Қара ақ біздің плюсіміз. Қара ақ біздің плюсіміз. Ал ақ қара біздің минусымыз. Мына жерден бізде потеря тоқ жоғалып кетеді. Мінекей. Мына жерден бізде мінекей плюс келіп тұр қазір. Қазір фонарикпен көрінбейді, бірақ плюс мінекей келіп тұр. Енді осы штекерді қарау керек болады. Плюс келіп тұр насосқа, бірақ насос дызылдамайды. Тері тоқ ары қарай өте алмайды. Мінекей үзік. Үзікті қарайық міне. Шіріп үзіліп кеткен. Енді осыны қазір алып, дұрыстап жөндеп, кері салатын боламыз. Және де достар, мінекей штекерді бері қарай шығарып алдым. Біздің проводымыз мына жақтан үзік, және де мына жақтан да үзік. Көріп тұрғанымыздай. Екі жақтан да үзік. Мынау бензинасқа кететіні, мынау келетіні көресіңіз. Демек, штекердің екі жағынан да үзік бар. Қазір біз мына жақтан алып, мына жақтан тікелей жалғайтын боламыз. Себебі бұған штекер табу өте қиын болады мынандай. Көліктің асты болғасын, бізде шірік өте көп екен. Сонымен қазір мен плюсті жалғап тастадым. Мінекей қара проводқа, қара және де плюс үзілгесін, ол минуста үзілуі мүмкін деп, минусты да бірге жалғап тастадым. Жалпы негізі мына жерін үзілу себебі, менің ойым қажалып, провод ашылып, мана көргеніңіздей таттанып, жаңағыдай су кіріп ылғалданып кеткен. Сол үшін бізде үзік пайда болған. Сол үшін қазір жерді дұрыстап түгелдей ораймыз. Плюс пен минусты түгел жалғадым. Қайтадан біріктіріп штекерге тәуелсіз етіп, мына қалған проводтар ол дейтін бізде неге кететін, бензин көрсеткішіне кететін проводтар, олар істеп тұр. Ең маңыздысы бізде қазір бензин насосының істеуі. Осы екен жалғадым. Енді түгелдей орап, қолым жеткен жерден түгелдей орап, кері жинап қоям қазір. Содан кейін тексеріп көретін боламыз. Достар, егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Себебі менің көрермендерімнің 37% ғана маған тіркелген екен, қалған 63% маған тіркелмеген екен. Сондықтан, егер тіркеле кетсеңіз, маған жаңа видео шығаруға мотивация болады. Мінекей, осылай жалғап қойдық. Енді тексереміз. Надежный тұр. Достар, енді тексереміз. Ең алдымен тексермес бұрын мен мына провод бар ғой, бізде бензинасосқа келіп тұрған, яғни аккумуляторға тікелей жалғаған көліктің егесінің. Соған қазір контролька жалғап қойдым. Енді қазір кілтті ашып көремін. Себебі көп ойлайды, кілтті ашқан кезде насос жасау керек деп ойлайды. Қазір кілтті ашамыз, зажигание. Мінекей зажигание ашылды бізде. Бірақ плюс жоқ. Енді стартер кезінде қарайым. Мінекей стартер кезінде бізге плюс келді. Көлігіміз оталды. Көбісі ойлайды жаңағыдай кілтті ашқан кезде насос істеу керек деп. Әлбетте олай емес. Басында бір рет жасайды, содан кейін кілтті ашып жауып бергеннен сайын ол жасамайды. Түсінікті ғой, көбісі солай қателеседі, бензин жасамайды деп ойлайды.
На самом деле мен кілтті аштым, зажигание аштым, сөндіріп кері ашам тағы да жасамайды. Стартер кезінде енді стартер бұрайым. Ол көбінің қателігі сол үшін адамдар көбісі көлік оталмай қалған кезде бірден бензин ауыстыратын. Сондықтан көп адамдар, 90% адамдар бензин ауыстырдым, бензин істемейді деп ойлайды. Себебі кілт ашқан кезде ол әрдайым істемейді. Ал стартер кезінде ол естілмейді. Стартер бұраған кезде естілмейді. Сондықтан осылай тоқты салып, тоқпен жаңағыдай контрольмен қарап қойып тексерген дұрыс болады. Зажигание, стартер. Көлік міне әдемі от алып тұр қазір бензинмен. Мінекей достар, осылай бензонасостың бізде обрыв дейді ғой, үзігі табылды. Енді қазір мына көліктің иесінің өзінің тікелей жалған проводын алып тастаймыз. Бұнда телефон арқылы маған хабарласып осылай сұрап алған болатын. Яғни жетіп алуға плюс беріп. Негізі көлікте осылай білген жақсы қай провод плюс қай провод минус екен. Негізі жалпы Toyota автокөліктерінде минус ақ қара болады. Ақ қара сызғы бар. Ақ қара сызғы бар, ол минус постоянный. Ал екіншісі қара ақ бізде бензонасостың плюсы. Яғни көбінесе негізі минус тұрақты болады, минус тұрақты келіп тұрады, ол кетпейді ешқайда. Ал плюс предохранительден болмаса реледен келеді. Осылай далада қалып қойған жағдайда осылай істеуге болады жалпы негізі. Болмаса неміс автокөліктерінде минустары қоңыр болады.